Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Бүгін күн жексенбі. Қаладан келген баламыз бар. Жалпы біз ұннан жасалған тамақты жақсы көреміз. Соған байланысты бүгін отбасымдағы балалар мама лағман жасайық деп, өткенде бір лағман салғам. Бүгін одан да өзгеше лағман жасамақшымын. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылмасаңыздар, подписаться батырмасын басып, міндетті түрде жазылыңыздар. Менің видеомнан жақсы ақпарат алады деген ойдамын. Сосын кейде маған жазып жатасыздар, жазыл дейсіз, біз қалай жазыламыз деп. Сіз менің видеомды басқан кезде подписаться батырмасын басасыз. Сосын кейін астында видео, шортс деген сөздер бар. Соның видео деген жерін бассаңыз, менің бүкіл видеоларым қаз-қатар тізіліп шығады. Сонда мен видеоларымды көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізге керек заттар үйде бар. Міне, бұрыш бар екен, сәбіз бар екен, картошка ашып қойдық, сарымсақ. Мына чеснокты біз қуырып болып қалған кезде саламыз. Мына жартылай ашты бұрыш, және осы керекті заттар, және сиыр етін алдым. Маған мына капуста жетеді. Енді онда бірінші қамырын илеуге кірісейік. Мен әдеттегідей тұзды міндетті түрде қамырға салам. Қамырды жұмыртқа қосып та илеуге болады. Бірақ мен осы суға илеймін. Жұмыртқа қосса, суға көбірек тұрып қалса, лапша жуанырақ болып кетеді. Ал суға илесеңіз, лезде пысады, лезде ала қоясыз. Не, лағманның наны, қамыры, сіздер қазір айтасыздар, нан емес ол деп. Қамыры дайын болды. Бұның секреті қазір тағы бір ашыған бауырсақты 2 рет басқан сияқты. Қазір тағы бір рет басып қою керек. Сол кезде нан керемет жақсы болып созылады. Қоя тұрамыз. Нанын дайындап қойды. Енді сарымсағынан бастап түгел заттарды турап дайындап аламыз. Морковты турап аламыз. Негізі мен морковты теркадан өткізем деп отырып ұмытып кетіппін. Мынау жартылай тәтті бұрыш. Жартылай тәтті бұрышты мен домалағыменен тураған жақсы көремін. Ортасынан бір бөлейін енді. Совсем үлкен болып кетсе. Әдемі емес.
Енді біз қалада болса жақсы ғой, неше түрлі шөп шалаңды ала бересің. Біз бір нәрсені ауылда жоқ болып қалса, қаладан алдырамыз. Сондықтан кереметтей дәм беретін бүгін бір ерекше рецепт істеп жатырмын. Етін дайындап аламыз. Негізі лағманның етін үлкенірек қылған жақсы көрем. Ұсақ-ұсақ болса дәмді болмай қалатын сияқты көрініп қалады маған. Етіміз де дайын болды. Енді капустамызды тураймыз. Картошка менен чеснокты қазір біраздан кейін істейміз. Әзірге тұра тұрсын. Огурцидың помидор желінбей қалады. Оны да осы лағманның сәйіне қосып жерсе керемет дәм береді. Оны да мына картошкамен бірге салса болады енді, қуырылып қалған кезде, пісіп қалған кезде. Салдалам. Картошканы да турап болды. Жаңағы соленый помидордың қасына қойып қоямын, дайындап. Етті көбірек қуырып алдым. Сарымсағымыз. Морковын саламыз. Қызыл бұрышты да салсаға болады да идея. Нанды да бірге қуырамыз. Томат қосамыз, бір қасық. Бір қасық томат кетеді. Өйткені мен қазір помидор қосқалы жатырмын. Капустасын салып қоямыз да, енді біз нанмен айналсамыз. Қуырыла береді. Етіне тұзын салып алдым. Капустасына да салса болады. Помидорды қосып жібереміз. Картошканы әлі салмаймыз. Укроп, лавровый лист қостық. Және сіздер жоқ болып қалғанда. Міне қуырылсын. Қазір су құйып қоямыз. Оны сүйесің дейтін бе? Суға сәр саламыз. Қан ба не? Май.
бүйтіп жатқанды түсірсеші. Бірден үшеу төртеуін шығарып аламыз. Өйткені суымыз көп. Төртеуін бір-ақ алдым, не? Өйткені суым мол. Міне дайын болды нанымыз. Арасына май сеуіп қойсақ та болады. Осылай суытамыз. Кімге тамақ салам?